Соқыр адам және кішкентай жануар. Соқыр адам қолымен барлық затты ұстай алатын, қандай зат болса да айырмай танитын, қол тиген сәтте ақ қандай зат екенін біле қоятын. Бір күні біреу жас қасқырды алып келді, және соқырға ұстатса, соқыр жануарға қолын тигізіп, былай деді: бұл түлкі немесе қасқыр сияқты. Нақты білмей тұрғаным, бірақ бір нәрсені білемін: мұндай жануарды үйде ұстау қауіпті, депті. Бұл әңгімеден бізге мынаны үйрене аламыз: кейбір адамдардың зиянды әдеттері олардың бойында туғаннан бар болуы мүмкін.